Елестетіңізші, бір жерде заңды болып саналатын кәсіп, басқа жерде қатаң тыйым салынған. Бір жерде байлыққа апаратын жол саналса, басқа жерде түрмеге түсуі мүмкін. Бүгін біз әлемде ресми түрде тыйым салынған кәсіптер туралы айтатын боламыз. Қай елде неге тыйым салынғанын бірге зерттейік. Көп елде құмар ойын бизнесі табысты сала, бірақ Сауд Арабиясы, Катар, Кувейт сияқты кейбір ислам елдерінде құмар ойын бизнесі толық тыйым салынған. Заң бойынша казино ашу қылмыс, тіпті лотерея өткізу де рұқсат етілмейді. Егер салыстырсақ, Лас-Вегаста бір жылдың ішінде 40 миллион доллар табыс түссе, Сауд Арабиясында құмар ойынмен айналысқан 5 жылға дейін түрме. Бір қарағанда газет шығару, телехабар тарату қалыпты кәсіп, бірақ Солтүстік Кореяда тек мемлекет бақылайтын телехабар бар. Жеке газет ашу тыйым салынған. Ал 2001 жылдан бері Эритреяда барлық тәуелсіз басылым жабылды. Салыстырып көрсек, Францияда 3000-нан аса газет тіркелсе, Солтүстік Кореяда тек 12 мемлекеттік басылым бар. Ақпарат қару, сондықтан кейбір билік оны ешкімге сеніп тапсырмайды. Кейбір елдерде әйелдерге белгілі бір кәсіппен айналысуға тыйым бар. Мысалы, Сауд Арабиясында әйелдер такси жүргізе алмайды. Ал Ауғанстанда әйелдердің сот, әскери қызмет саласында жұмыс істеуі заңсыз. Салыстырсақ, Норвегияда әйелдер әскери ұшқыш бола алады. Ал Ауғанстанда әйел ұшқыш болу қылмыс саналады. Кейде өте ерекше кәсіптерде заңмен шектеледі. Австралияда қолтырауын фермасын ашу рұқсатсыз мүмкін емес. Сингапурда сағыз өндіру және сату заңсыз кәсіп. Исландияда құтыру қаупі болған үшін ит өсіру кәсібі 1980 жылдарға дейін тыйым салынған болады. Заң кейде біз ойламаған нәрсені де шектейді. Көрдіңіз бе? Кәсіптің заңдылығы тек сұранысқа емес, мәдениет пен билік жүйесіне де тәуелді. Бір елде қалыпты дүние, басқа жерде ауыр қылмыс саналады.